бір клиент келді, соған шыдамай маскам кетпесе де маскаммен шығып жатырмын. Бір клиент келді, февральда пенсияға шыққан 63 жылғы ер адам. Пенсиянкасында 10 миллион теңге ақшасы бар екен. Пенсия тағайындалып кеткен. Тағайындалған базалық пенсиясы, солидарный пенсиясы тағайындалған. Енді 10 миллион теңгесі бұларда бар ғой, бір нақты түсінбедім, но НПФ-те осындай бір зат бар. Бір теңгеге жетсе немесе асып кетсе, жетпесе немесе асып кетсе 50% пенсионка исәтияға түседі. Енді көп жағдайда түспей қалып жатыр. Сондықтан да пенсияға шығар алдында НПФ-тегі пенсияңызды қарап алыңыздар, қанша теңге барын. Егер де осылай көп кетпесін десеңіздер, енді бір нормаға жетпей қалса, бір нормадан асып кетсе, соның тең жартысын пенсияға біткенге дейін алады да ақшасын, қалғаны күйіп кетеді, тұра береді, ешқайда қолдана алмайды. Не зиядаға түспейді, не басқасына түспейді. Осындай жағдай болмау үшін пенсияға шығар алдында, әсіресе осы жыл шығатындар, пенсияға шықпастан бұрын бірінші қарап алыңыздар. Егер осылай көп кетпесін десеңіздер, сразу мысалы үшін 10 миллион. Енді әркімде әртүрлі. Бұл кісі енді 63 жаста ғой. Бұл кісіде 10 миллион ақшасы бар, бірақ аннуитетке келу үшін 8 миллион 43 мың теңге болса аннуитетке келетін еді. Бұл кісі аннуитет шартынан бонусынан пенсиясынан қалып қойды. Тек осының 10 миллионның тең жартысын жаңа өзіне пенсияға бір үй болып біткеннен кейін уже үшінші пенсия, жинақ пенсия деген болмайды. Егер әйел адамдар болса, биыл 63 жастан шығатын болса, жинақтарында 10 миллион ақшасы болса, бұлар да сол көп кетпесін деп осы пенсияға үлгеріп қалуына болады. Құрып кетіп, 50% түседі, не анда жоқ, не мында жоқ, ортада қалып қойғаннан осындай нелеге үлгеріп қалыңыздар. Бұл енді 3-4 миллион барларға қатысы жоқ. Әйел адамдарда 63 жаста 10 миллион 178 теңге болу керек, ер адамдар 63 жаста 8 миллион 043 мың теңге болу керек. Ал егер 50 жастан шығатын болса, әйел адамдарда бар ғой бала пенсиясы, ол кезде 13 миллион 160 мың теңге болу керек. Егер жетпесе, онда шығармайсыздар. Осы кісі қарап отырып пенсиядан өтетін, онысы және пенсиясынан қағылып қалғандықта шыдамай осылай звондап, осылай пост салып айтып қояйыншы дедім. Мына маскам әлі 5 минут тұру керек, сондықтан да шыдамай жатырмын. Қарап отырып қағылып қалды. Осылай аннуитет құрсыншы керек емес, тағы да бірдеңе ақшаңыз ауаға күйіп кетпесін десеңіздер, осыны мұқият тыңдап алыңыздар. Менің жасым биыл пенсияға шығам, осындай парогымда ақша бар, осындай деп айтсаңыздар, мен сіздерге именно сонда қарап беру, менде тегін, консультация емес, тегін. Аннуитеттің услугасы ол тегін. Солай ақпаратын пайдаланса, парақшамен тіркеліп алыңыздар, лайк басып қойыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар, білмейтін сұрақтарыңызға жіберіңіздер. Рахмет барлықтарыңызға.